Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін сізге цезарь салатының ең оңай үйдегі қолжетімді заттармен дайындалатын түрін көрсететін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет болатын заттар, қыздар, пекинская капуста, сухарики, помидор черри немесе кәдімгі помидор, қайнатылған жұмыртқа және де индейка. Біз соусты да қолмен жасайтын боламыз. Осындай тостақ алып алыңыздар, қыздар. Соусты да қолдан жасаймыз. Ол соусқа қажет заттар осындай горчичный порошок, майонез, тұз, чеснок және де жарты лимонның суы қажет. Ендеше қыздар, жұмысты бастайық. Ең алдымен осы тостағымызға пекинская капустаны турамаймыз, қолмен үзіп шығамыз. Тек жұмсақ жерін үзсек болды, қатты жер бізге қажет болмайды. Менде капуста үлкен болғандықтан жартысы қалып кетті. Сіздер средний размерін алсаңыздар болады. Сухарикиді саламыз да, одан кейін индейканы осылай үшбұрыштап турап шықтым. Сіздер немесе тауық етін қолдансаңыздар да болады. Тауық етін маринадтап пісіріп немесе құр суға қайнатып қоссаңыздар да болады. Өте дәмді шығады, қыздар. Енді осындай черри помидор немесе простой помидорды алып үшбұрыштап турап шығамыз. Кейін жұмыртқаны да дәл осылай черри помидор сияқты қылып үшбұрыштап тураймыз. Енді одан кейін соусты жасауға кірісеміз, қыздар. Соус жасау үшін майонезді бір ыдысқа құйып аламыз. Одан кейін майонездің үстіне горчичный порошок немесе горчицаны өзін қолдансаңыздар болады, салып шығамыз. Қайсынан қанша грамм қажет екен описанияға жазып қалдыратын боламын, міндетті түрде оқып шығыңыздар, қыздар. Кейін кішкене тұз саламыз. Үстіне лимонның суын сығатын боламыз. Және де чеснокты чеснок өткізгіштен өткіземіз, немесе майдалап турап аламыз, қыздар. Осымен біздің соусымыз дайын, жақсылап араластырамыз да салатымызға қосамыз. Салат осымен дайын. Дастарханға тартатын кезде міндетті түрде бетіне сыр сеуіп шығыңыздар. Пармезан немесе простой сыр болса да болады, қыздар. Өте дәмді шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеоны аса лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаймыз, қыздар.